Ежелден бері көптеген халықтарда қараңғы теңіздің түбінде жасырынған өлім құбыжығы туралы ұрпақтан ұрпаққа жеткен аңыздар бар. Бұл аңыздардағы айдаһар мен ол мекендейтін қараңғы теңіз ретсіздікті бейнелейді. Ол жаратылысқа жойылу қаупін төндіреді. Киелі кітап жазбалардың ежелгі авторлары осы бейнелер туралы біліп қана қоймай, оларды киелі кітаптағы біршама әңгіме мен жырда қолданған. Солай ма? Киелі кітапта айдаһарлар туралы жазылған ба? Иә, киелі кітаптың басында-ақ Құдайдың құрлықтарды толқыған ретсіз теңізден бөліп тәртіп орнатқаны және айдаһарды теңізде шектеп қойғаны жайлы жазылған. Бұл құбыжық Эдем бағында Адам мен Хауаға көрінген айдаһар тәрізді жыланмен байланысты. Осы тіршілік иесі адамдарды өзін-өзі жоюға алдап соғу үшін ретсіздік пен өлім күшін пайдаланады. Киелі кітапта айдаһар бейнесі ежелгі перғауынды және сол сияқты басқа да қатыгез патшаларды сипаттау үшін де қолданылған. Перғауын израильдіктерді құлдыққа салып, тұңғыш балаларын өлтірткен болар. Тіпті көпке таныс Ғалиат та айдаһар тәрізді алып ретінде бейнеленген. Оның киген сауыты мен қару-жарағының бөлшектері жыланның қабыршақтарына ұқсайды. Осылайша айдаһар әртүрлі кейіпте жүгенсіз жүреді деп бейнеленген. Әйтсе де оны жеңу мүмкін. Иә, бірақ сақ болуың керек. Өйткені айдаһардың күші адамдарды ерекше жолдармен өзіне тартады. Айдаһарды өлтірмек болған адам оның күшін пайдалануға еліктірілуі мүмкін. Осылайша өзі де айдаһарға айналады. Иә, солай. Тіпті бүкіл патшалықтар айдаһар іспетті болуы мүмкін. Израильдіктер Бабылға жер аударылған кезде Даниял пайғамбар түсінде теңізден шыққан 4 құбыжық хайуанды көрді. Сұмдық-ай, мутант айдаһарлар ма? Олар қара күштермен байланысқан зорлықшыл патшалықтарды білдіреді. Бірақ содан кейін аспандағы бұлттармен келген жаңа тұлға көрініп, Құдай тағының оң жағына отырды. Түстің аяғында Даниял құбыжықтардың жойылғанын көрді. Сонымен айдаһарларды өлтіруші сол тұлға кім болды? Даниял оны адам баласына ұқсайтын біреу деп атады. Қызық, Иса өзін адам ұлы, яки көктен келген билеуші деп атаған. Иә, Инжил шарифте иеміз Исаның айдаһарға мынадай түрлі жолдармен қарсы тұрғаны сипатталған. Мысалы, иеміз жел мен толқындарды тыныштандырған кезде, ол айдалада әзәзіл шайтанның азғыруына тойтарыс бергенде, иеміз адамдардың бойындағы ауру мен өлімнің күшін жеңгенде, тіпті айдаһар Исаны азғыру үшін бар күшін салған кезде. Мұның бәрінде Иса ешқашан бермеді. Соңында иеміз айдаһарға таңғаларлық жолмен тойтарыс берді. Ол өз еркімен өмірін құрбан етіп, хайуанның ішіне кірді. Тоқтай тұр. Сонда айдаһар өлтірушіні айдаһар өлтірді ме? Иә, бұл солай болып көрінді. Бірақ Иса Құдай өзінің құдіретімен ретсіздік пен өлімді жеңіп, жаңа өмір жаратады деп сенді. Иеміз өзінің жолын қуушы шәкірттерін де айдаһарға осылайша қарсы тұруға шақырды. Бұл нені білдіреді? Шәкірттер айдаһардың жойқын әдістерін қолдануға еліктірілгенде бұдан бас тартуға тиіс. Біз сондай-ақ айдаһардан қорықпамыз да керек. Мәсіх Иса жыртқыш хайуанды жеңу арқылы бізге оның билігінен азат болудың жолын ашты. Сонымен бір күн айдаһарды бір жола жоятын иеміздің құдіретіне сенім артуымыз керек. Шәкірттер айдаһардың жойқын әдістерін қолдануға еліктірілгенде бұдан бас тартуға тиіс. Біз сондай-ақ айдаһардан қорықпамыз да керек. Мәсіх Иса жыртқыш хайуанды жеңу арқылы бізге оның билігінен азат болудың жолын ашты. Сонымен бір күн айдаһарды бір жола жоятын иеміздің құдіретіне сенім артуымыз керек.